Сіздермен бірге қазақша Rise of Kingdom ойна. Кешірім сұраймын, көптен бері жоқ болып кеттім, бірақ арғай видеолар тұрақты шығатын болады. Так, ең алдымен жаңадан свежий жаңалықтармен бөлісейік. Ең қайғылысы, өкініштісі, біз бірінші КВК-да жеңілдік. Себеп салдар өте көп. Қазір бізде королевский земля бітті. Уже 7-ші уровеньдағы қақпалар варталары ашылып, біздің территорияға шабуыл жасап жатыр. Өкінішті әрине. Бізде варатанты жіберіп алдық полностью. Бірақ біз әлі жеңілген жоқпыз. Партизанский соғыс болып жатыр бізде қазір. Партизанский соғыспен айырып жатырмыз. Жақсы. Енді сіздермен жеке достижениемен бөлісейік. Менде осы уақытқа дейін мен 4 жылдан аса уақыт ойнадым. Ең көп бірінші КВК-да жасаған нәтижем 20 000. Тяжелар 20 000 болды. Бірақ проблема строительствода бар әлі, бірақ жасалып жатыр. Одан кейін очки чести бізде менде 100 000, тағы да 30 000 керек. Бізде 8 күн қалды. 8 күннен кейін КВК бітеді. Жасап үспет етем ба белгісіз. Бірақ жасау керек. Алтар руинлары бару керек маған. Одан кейін бізде тағы да не бар? Бізде 25 000 тяжелораненых жасай аламын ба белгісіз. Бізде жаңа айтқандай партизанский соғыс болып жатыр. Егер жасай алсам, керемет болады. Так, мен көп уақыт руиндарға қатыса алмадым. Одан кейін бізде руиндармен байланысты келіспеушілік болды десек болады. Бірде біз жеңдік, бірде олар алды. Сонымен нақты болған жоқ. Алтарларда мен бірнеше рет қатыса алмадым. Королевский земляның өзінде мен алғашқы 4 сағат бірінші рашер соғыстым болды. Одан кейін отбасылық жағдайларға байланысты қатыса алмадым. Так, альянс бойынша біз зиггуратты алған жоқпыз. Бірақ қалғанның бәрін орындадым. Капище болған жоқ бізде тағы да. Өкінішті. Так, қалғандарын көріп тұрсыздар. Ал рейтингқа байланысты біздегі королевство 2-ші орында тұр, 1-ші орында 47. Осы жерде 47-ші королевствоға өзімнің респектімді білдірім келеді. Керемет соғыс болды. Бізден де олардан да кеткен қателіктер өте көп. Бірінші КВК болғандықтан ол түсінікті. Одан кейін альянс бойынша біз 2-ші орындамыз. Біз зиггуратты алаңнан алмағаннан кейін проблема болды. Так, одан кейін почетный список бойынша очки чеспен мен бұған қатты жарысқан жоқпын. Ең төменгі орындардан десем болады. Альянстың өзінен 114-ші орындамын. Өте өкінішті. Так, одан кейін айтатын не бар? Бізде қазір событие болып жатыр. Түсінікті емес. Өлтірілгеннен менде 847. 847-ның көп бөлігі Т4 әскер. Мен мына жерде 41 000 осадный войскалармен өлтірдім, специально қалаға шабуыл жасап. Қалғандары факты қорғау кезінде қаза тапқан әскерлер. 2 миллиардтай емдеуге кетті. Оның ішінен көп бөлігі кукуруза мен тас. Кавалерия бойынан кейін болса. Одан кейін айтатын жайттар не бар тағы да? КП бойынша 128 000. Оның ішінде 97 000 тяжелоран емес керек. 97 миллион бізде Т4, одан кейін 8-де 6 Т5 әскер. Т5 әскер бізде өте көп болды. Королевстводағы көп әскерлер, көп игроктар, ойыншылар бізде обнуленияға ұшырады. Так, мысалы айтқанда бізде өзіміздің игрогымыз бар тон. Так, мына. Мынау игрок өте перспективный адам тұғын. Не себеп екенін білмеймін, бірақ уже соғыс басылатын кезде
соғысқа қатысқан да жоқ деуге келеді. Соғысқа қатыспастан мүлдем АФК болды, вообще соғысқа қатысқан жоқ, и сонымен біз өзіміз оны апгрейд етіп салдық. Ал қалған көп ойыншыларды 48 және 47-ші королевстер апгрейд етті. Акс не үшін екен білемін, ода көп уақыт АФК болды. 7-ші вард ашылған кезде оны апгрейд етіп тастады. Мынау бар. Тағы да бізде көп ойыншылар бірінші КВК-да жеңілгеннен кейін дезмораль болып, ойынды тастап кеткендер де көп болды. Так, жеке мощь бойынша мен 402-ші орындамын, ал КП бойынша 85-ші орында. Бізде ДКП, Королевстан ДКП-сы шыққан кезде мен 25-ші орында болғам. Альянстың мощь бойынша біз 2-ші орындамыз, ал КП бойынша 1-ші орында. 222 миллиард. Оңай емес. Жақсы. Қазір бізде таза фермерлік болып жатыр. Кейбір кезде жаңа партизанский соғыспен шабуыл жасап қоямыз. Жақсы, тағы да событияларға келген болсақ, ставкаға болған өзім қызығып жатқан жоқпын, себебі тұрақтылығы жоқ. Нақты мынау жеңеді деген кезде өзгеріп кетіп жатқан көп. Бұл жерден ең бірінші VIP, и одан кейін қалғандар ускорение алып жатыр. Колесо фортуна тек қана 10 рет көрсеттім. Қазір Лисоңені көрсетем өзімнің қандай орында тұрғанын. Так, СМП-да 270-ші орында, бірінші орында пика болып жатыр қазір. Золотое королевство 100%. Бәрілі қадемі. Кішігірім лайфхак. Егер сіздердің әскерлеріңіз нашар болып жататын болса, мысалы менік секілді соғыстан КВК кезінде өліп кеткен болатын болса, 4-5 әскер, 4-5 марш жасаудың қажеті жоқ. Мықты 2 немесе 3 әскер жасаңыздар, марш жасаңыздар болды. Сол жеткілікті. Мысалы көретін болсаңыз, менде тек қана өзімнің 3-ақ маршым бар. Бейбар Слисанге, Сунзы Жанна, одан кейін Этельфлетамен, мынаның аты есімде жоқ. Жақсы. Жалғастырамыз. Так, кішігірім бонуста. Жақсы. Ең кереметі бізде жақында вторжение легион теней болады. Өте керемет емет, бірақ проблема менде әскер жоқ. Қалай қорғанамыз? Под вопросым. Так, байқасаңыздар, менде 67 мың пальничка толып жатыр, себебі партизанский соғыс болып жатыр. Ал қала бойынша особо ештеңе өзгерген жоқ. Барлық фермалар дейміз бе? Осылардың бәрін 24-ші уровеньда. Тек қана мынадан басқа. Карьерден басталған 25-ге көтеріп қойғам. Ары қарай жайлап көтереміз. Одан кейін лаборатория бойынша академияда пока экономическийға кірген жоқпын. Ол жерде негізгілер дамыған, қалғандары соғыс болғандықтан кірген жоқ, көтерілген жоқ. Ал военный формат бойынша картография 5-те, кавалерия қатысты науктар дейміз ба, кавалерия қатыстылар қазір стремена 8-де, латная броня 7-де арғарай көтеріледі. Ал бірақ оған дейін медицинский отряд 9-ға көтеріліп жатыр қазір. Соңғы ойындан кейін лагерь көтеріледі. И комбинационное оружиені арғарай көтереміз. Комбинированное оружие, кешірім сұраймын. Так, негізгі екінші КВК-ға план медицинский 9, лагерь 9 и комбинированное оружие 8-ге көтерілу кемі дегенде. Жақсы. Ары қарай 8-ші варата жақында ашылды. Негізінде не үшін екен білем, бірақ біздікілер әлі оны захват еткен жоқ, алған жоқ. 8-ші мына қадет. Мына тонсыларын да қойыпты. Көреміз. Так, мына жерде и мына жерде. Екі қызық сол жерде болады. Так, негізгі айтам дегендерім осы. Менен командирлерім.
Негізгі ойналған комбинация план бойынша ойналамын деген комбинация менде Этельфлейта мен Лисанге тұғын. Этельфлейта Лисанге тұғын, бірақ бірнеше 10-нан аса дейміз ба марштардан кейін, руиндардан кейін көбінесе және 6-шы сон ашылған кезде ол марш өте нашар болды. Бәрі фармит етіп өте проблемичный болып кетті, минусқа түсіп кеттім. И сол кезде Бейбарс келді, Бейбарс Лисанге. Бұл уже сәл прочнело дейміз ба, бөле жақсырау шыдады. Қазір ойнаққан Бейбарс Лисанге. Этельфлейта менде қазір 5 күннен кейін эксперт болады. Бірінші КВК бітуіне дейін болады деп үміттеніп отырмын. Біткен кезде тағы да хабар беретін болам. Лисанге келетін болсақ, Лисанге менде қазір 5-4-4-5. Қазір 4-ші навыктың ішіндегі 3-шісін көтеріп отырмын. Бұл уже менде 2-ші КВК-ға дейін, 2-ші КВК кезінде соғысқа дейін эксперт болады. 2-ші КВК-ға план негізінде болашақта бұл идеале оптимистик көзқараспен қарайтын болсақ, менде 2 жоспар болады. Біріншісі Бейбарс пен Лисанге, екінші отряд Цао мен Этельфлейта. Точнее, Этельфлейта мен Цао. Этельфлейтаның навыкын полностью скорсыға қойдық. Этельфлейта, Цао. Бұл негізінде өте қымбатқа түседі, себебі 2 маршпен соғысу өте қазірдің көзіне мен 2 мәрт кетсе 4 миллиардқа дейін жетейін өтіп тұр. Соның үшін егер жағдай жететін болса, әскердің саны көп болатын болса, 2 маршпен соғысамыз, жоспарланып отыр. Так, өлтірген әскерлерін жаңа көрсеттім барлығын. Ал компания келетін болсақ, экспедицияда 78 азғантай қалды. Қалған бәрі 3 жұлдызға жаптым. Весь КВК бойынша мен 57-ші орындамын. Бұл өте жоғары дәрежеде өзім есептеймін. Себебі 57, мен 87-ші болып тұрсам, 87 ол грубо 47. Бұған дейін нәжеде Т5-тер де бар. 30 мыңнан асқана мощности бар адамдар тұр. Солардың арасында тұрмын. Өте керемет. Так. Каньонға келетін болсақ, бұл жерде строги топ 50-ге кірем негізінде. Особо қарсыластар жоқ. Ана жерде Кингмен соғысы, Кинг жеңілдеу секілді. Мана, Кинг. Негізгі строй болса, Этельфлейта мен Лисанге урон бешеный болады. Этельфлейта дебаф береді, одан кейін Лисанге, соның үшін навыктардың бәрі осы жерде тұр. Снаряжение бәрі. Одан кейін Лисанге Цунзуй мен Жанна таза баф үшін артық ештеңе емес. Баужика мен Мускамадер Имхотеп. Бұл таза дебаф үшін, себебі Имхотептің навыкі өте керемет. 5 қарсылас әскер 20% урон жейді, өте керемет. Мен Баужиканың орнына баса командир қоятын, бірақ пока лайығы жоқ. Так, одан кейін бізде Цао. Муланмен бірге Муланның баф үшін. И одан кейін бізден танк ретінде тұр Бейбарс пен Белизари. Бітеміз. Таза победа. Одан кейін Закатный каньон, бұл жерде уже бәрлігін сатып алғаннан кейін особо пока қызық жоқ. Соңғы 8-ші күн кезде таласып топ 100-ге кіруге тырысамыз. Пока топ 100-ге негізінде кіреміз. Топ 200-де таза тұрмыз. Тағы да айтатын, көрсететін. Так, қазір негізінде альянстың морали түсіп кеткен. Соғысқа ешкімде желание жоқ, бәрі фармит етіп жатыр. Фармит еткен кезде көбісі кристалл фармит етіп жатыр. Себебі королевстанның жартысынан көбі, руководствоның көп бөлігі 49-ші королевства миграция жасауы жоспарлап отырмыз. Мен де солардың арасында бармын. 49-ші королевствоның королі Герман,
Онымен бір чатта тұрмыз, хабарласып, ол бәрін шақырды соғысқа, өзінің королевствосына. Ол соншақты, айтсам болады, креативпен жасағаны 48-ші королевствоның королі Дасон. Қазір жалпы мощь бойынша бірінші орында тұрған Дасон деген кісінің аккаунтын алып, осымен соғысып, атын Германға ауыстырып, полностью бәрін өзінің королевствосына шақырды. Креатив бешеный. Так, негізгі айтқым келгендер осы. Айтқым келген план осы. Ал кішігірім жалпы соғыс қалай болғаны келетін болсақ, так, шығарып көрсетсек бола ма екен? Былай. Басында бізде, орта деп алатын болсақ, бізде бірінші вороталар ашылған кезде, 6-шы вороталар ашылды. Біздікілер бүйтіп барды, бірақ не үшін екенін білмеймін, біз мына точкада көп тұрып қалдық. Көп тұрып қалып, керек кезде сбор жасалған жоқ, шармен тұрдық, и 47 біздің полностью зонаны тартып алды. 47 тарапынан керемет болды деп айта алмаймын, себебі олардың да тупитекке жерлері көп болды, бірақ основном біздің королевство 46 жаман тупитетті, жестко. Кәдімгідей обидно болып кеткен, соншалықты барып мына жерде фарм киллер жасаған. Одан кейін бізде королевский земля болды. Королевский земляда басында кірдік, и мына жерде қаттық. Ары қарай кірген жоқпыз. Негізгісі осы. Айтам деген, көрсетем дегендерім осы. Видеолар күн сайын шығатын болады, егер контент болатын болса әрине. Бірақ барынша видео шығаруға тырысамыз. Баршаңызға рахмет. Сау, саламат болыңыздар. Видео лайк басамыз, каналға тіркелеміз.